Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, өте керемет, дәмі тіл үйіретін булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен бір жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, вилкамен араластырып аламыз. Оның үстінен қасығымыздың ұшымен ғана тұзымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Және оның үстінен сұйық майымызды салып, араластырамыз. Үстінен бір чайный ложка дрожжымызды салып, араластырып, үстінен жып-жылы сүтімізді құйып, араластырып аламыз. Оның үстінен ұнымызды салып, қолымызбенен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнымызды көп қосуға болмайды. Осылай қолдарыңызды сұйық маймен майлап алып, қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Бетін осылай салафанмен жауып, жылы етіп орап 2 сағатқа қойып қоямыз. Бізде 2 сағат өтті, осылай қамырымыз көтеріліп шықты. Қамырымызды алып, теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Осылай домалақ етіп жайып болғаннан соң пергамент қағазымызға орналастырамыз. Енді біз булочкамыздың арасына салатын начинкамызды дайындаймыз. Осылай орехты блендерден өткізіп, құмшекер салсақ болады, немесе макқа құмшекер салып қоссаңыздар болады. Мен бұл жолы орех пен құмшекерді араластырып септім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Келесі екінші қамырымызды да осылай дәл солай етіп домалақ етіп жайып аламыз. Үстінен осылай орналастырып, үстінен басып шығамыз. Және арасына осылай орехтерімізді сеуіп шығамыз. Үшінші қамырымызды домалақ етіп жайып, үстінен орналастырып, үстінен қолымызбенен басып, жан-жағын бекітіп шығамыз. Ортасына осылай кесемізді қойып, 12 немесе 14 бөлікке бөлсеңіздер болады. Осылай барлығын кесіп болдық. Енді 2 қамырды осылай қолымызға ұстап, орап шығамыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шығады. Барлығын орап болғаннан соң кесемізді алып, жұмыртқамызды барлық жеріне жағып шығамыз. Ортасына осылай мак сепсеңіздер болады. Өте әдемі болып көрініп тұрады. Енді үстінен осылай салафанмен жауып, 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 20 минут өтті, осылай өте әдемі болып көтеріліп шықты. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің булочкаларымыз осындай өте керемет болып пісіп шықты. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздаршы достар, өте жұмсақ болып пісіп шықты.
менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.